Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздермен Muslim House YouTube арнасында бүгін бізде қонақта жобасының спикерлері, бүгін бізде қонақта жобасының 5-ші шығарылымы жаңадан қосылып жатқан көрермендерге таныстыра кетейін. Бұл жоба, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге дінді жаюға серік болған, яғни сахабалардың, Алла оларға разы болсын, осы кісілердің ғибаратты оқиғаларын айтып, яғни сахабаларды қонаққа шақырамыз. Яғни бүгін 5-ші шығарылымның ерекше қонағын әріптесім Салман бауырым таныстырып кетеді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі біздің қонағымыз өте асыл тұлға. Бұл асыл тұлға жайлы басында өзіміздің әдетімізге сай кішкене қысқаша мағлұмат беріп кететін болсақ, бұл асыл тұлғаның анасының есімі Фатима, әкесінің есімі Хуайлид болған. Туылған жылы шамамен 556 жыл милади жыл санағы бойынша, яғни әйгілі мәшһүр піл жылынан 15 жыл бұрын туылған. Қайтыс болған жылы уақыты хиджрет етуден 3 жыл бұрын, 620 жыл милади бойынша 65 жасында қайтыс болған. Толықтай пайғамбарымыздың қасында, пайғамбарымызға елшілік келмей тұрып, бұл кісі пайғамбарымыздың қасында 15 жыл бірге болған. Пайғамбарымызға елшілік келгеннен кейін онымен 10 жыл бірге болған кісі болып табылады. Тағы да адамдар арасында ең алғашқы иман еткен кісі болып табылады. Тағы да және де лақабатына келер болсақ, бұл лақабаты бұл кісіні Тахиро деп атаған. Және де Ахмад ибн Хамбалдың Муснад атты кітабынан осы кісі жайлы бір хадисті айтып, содан кейін бүгінгі сахабамызды талқыласақ, иншалла. Ахмад ибн Хамбалда осындай хадис келеді: Аллахтың атымен ант етемін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва айтып отыр, Алла маған одан жақсысын бермеді. Адамдар маған қарсы келгенде Хадиша маған иман келтірді. Адамдар мені жалғаншыға шығарғанда ол растады. Адамдар менен дүниені айырғанда ол мені өз дәулетімен жұбатты. Және де одан Алла Тағала маған әйелдерден басқаларынан бермеген перзент берді деп айтқан. Бүгінгі біздің қонағымыз Хадиша бинт Хуайлид анамыз радиаллаху анха болып табылады. Енді ұстаз, осы кезден сразу бірінші сұрағымызды қойып кетсек, бізге белгілі негізінде сахабалардың көбісі мағлұматтар, олардан келген мәліметтер Медина кезінде дұрысынан толықтай зерттелген. Енді осы Хадиша анамыз жайлы, сол кісі жайлы ең алғашқы ақпараттар, Мекке кезінде ақпараттар өзіңіз айтып кетсеңіз, фактілер деген секілді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqdatan min lisani yafqahu qawli. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва магфира. Құрметті Muslim House парақшасының каналының тұрақты көрермендері, бүгін Аллаху субхана ва тағаланың рұқсатыменен бір өте үлкен сахаба, жауапкершілігі өте ауыр. Өйткені білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жанұясы жайында айтатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Хадиша анамыздың арасындағы қарым-қатынастар жайлы айтатын боламыз. Әлбетте, егер осы жерден адамдардың көңіліне жол табатын хайырлы бір әңгіме айта алатын болсақ, бұл әңгіменің барлығы Хадиша анамыздың асылдығынан. Егер әңгімеміз барысында осы кісілердің шанына және шөһретіне бір зиян тигізетіндей сөз айтатын болсақ, әуел бастан Аллаху субхана ва тағаладан жалбарына отырып кешірім сұраймыз, бұл біздің кемшіліктерімізден. Аллаху субхана ва тағала сізбен бізге жеңілдік берсін. Алла тағала соңына шейін жеткізуді баршамызға нәсіп етсін. Және шынында Хадиша анамыздың біздің қоғамға ең қазіргі кезде керек болған тұстарын жеткізуді және естігендерге сонымен амал етуді әуелі өзімізге және басқаларына насихат етеміз. Сұрақ түсінгенімше, әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның қолында тәрбиеленген асыл сахабалардың өміріне қатысты келген кезде кезең екіге бөлінеді. Меккелік дәуір және мәдиналық дәуір. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сиярын алсақ та, о кісінің өмірбаянын алсақ та, кезеңдер меккелік және мәдиналық болады. Меккелік кезеңдерде білесіңіз, ақпарат өте тар. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның оған уахидың келуі кішкене ғана
оның дүниеге келуі жай кішкене бір кішкентай ғана ақпараттардың айналасында айналамыз. Ал енді Мәдинаға келген кезде сахабалар кішкене кеңірек насихаттады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артына еру, хадис, пайғамбардың аузынан шыққан әрбір сөзді жазу, оны басқаларға жеткізу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінің басқаларға жетуінде шүйіншілеу. Өткенде Абу Хурайраның өмірінде айтқанымыз сияқты, яғни хадиске байланысты мәселелер кең тарағаннан кейін ол жерде ақпараттар көбірек. Бірақ сенесіңдер ме? Хадиша анамызды зерттеу барысында ақпараттарды өте көп таптық. Бұл кісі Меккеде туып, Меккеде дүниеден өтеді. Мәдинаға ешбір қатысы жоқ. Осы жерде қазір 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағат бәлкім әңгіме айтамыз. Әңгіменің барлығы тек сол Меккенің төңірегінде ғана болатын нәрселер. Бірақ бір қызығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадишаға байланысты риуаяттар өте көп. Неге дейсіз ғой? Неге дейсіз ғой? Міне осы жерден бастап біз бұған байланысты соңына шейін әңгіме айтатын боламыз, бірақ осы жерден бастап адамдар түсінсе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде Хадиша анамыздың орны. Айтылған хадистердің бәрі Мәдинеде айтылған асылында. Бірақ не істеген? Дүниеде Меккеде өтіп кеткен Хадишаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткенге шейін ешқашан есінен шығармаған. Осындай бір дәрежеде Аллаху субханала ва тағала бұл кісіні шамамыз келгенше дұрысырақ айта алуды бізге нәсіп етсін. Бұл кісі алғашқы болған. Өте көп нәрселерде алғашқы. Мен өзім алғашқы деген нәрсені жақсы көрем. Әрбір сахабаның өмірінен алғашқы бірдеңе іздеймін. Хадиша анамыздың өмірінде алғашқы кәлима айтқан адам бұл кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алғашқы уахи келген кезде жүгіріп әуелі соның құшағына ұмтылған пайғамбарымыз. Ең әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдынан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулаллах деген сөз, яғни адамзаттың ішінен ең алғашқы Хадиша анамыздың аузынан айтылған. Алғашқы, яғни алғашқы болу Аллаху субхана ва тағала баршамызға нәсіп етсін. Намазды алғашқы оқыған дейді. Намаз. Ол кезде намаз қазіргі біздің намаз сияқты болмауы мүмкін, бірақ Абдулла ибн Масуд риуаят етеді. Хазіреті Али менен Хадиша анамыздың Меккеде Қағбаның айналасында көргені, олардың құлшылығы, олардың намазы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артында тұрып құлшылықтар жасауы. Ол Ибрахим алейхиссаламның заманына тән намаз ба, басқа намаз ба, біз ол намаздарды нақты айта алмаймыз. Өйткені білесіңіз, хижреттен 1,5 жыл бұрын намаз парыз болады. Бұл кісі хижреттен 3 жыл бұрын дүниеден өтеді. Сол себептен бір құлшылық бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасаған бір құлшылық бар ол үйде. Сол құлшылықты да пайғамбардың артынан еріп жасаған алғашқы адам. Инфақта алғашқы. Білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа өзің айтып жатқан хадисте не дейді? Менің алдымда бүкіл есіктер жабылғанда, менің алдымда бүкіл қолдар қусырылғанда, не дейді? Маған күлімсіреп қарап, қолын жайып, қолының арасындағы бүкіл мал мүліктің бәрін исламиеттің атына, исламның дауасының атына, Құранның атына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның рисалетінің жайылу атында бүкіл мал мүлкін, бүкіл дүниесінің барлығын сарп еткен адам. Аллаху субхана ва тағала оны да хақымен жеткізуді баршамызға нәсіп етсін. Тағы да бір Хаджар ал-Асқаланидың Әл-Исабасында өткен бір маңызды ақпаратпен бөліскіміз келеді. Бұл да мен алғашқыны жақсы көретін болғандықтан, бұл да бір алғашқы. Білесіңіз, алғашқы күйеуінен болған Харис деген үлкен ұлын Хадиша анамыз исламның атынан ең алғашқы құрбан ретінде береді. Ислам атынан ең алғашқы шәһид болған отбасы ретінде біз Ясирдің отбасын білеміз, бірақ жеке тұлға шахс ретінде ең алғашқы исламда шәһид болған адам бұл да Хуайлидтің қызы Хадишаның үлкен ұлы Харис. Аллаху субхана ва тағала бұл кісілерді өзінің рахметіне бөлесін. Хадиша деген сөз асылында ерте туған деген мағынаны білдіреді. Ерте туған? Ерте туған. Бір үйдің ең үлкен қызына ерте дүниеге келгенге ерте туған. Яғни сол үйдің алғашқы адам баласы болғаннан кейін әкесі Хуайлид оған Хадиша деген ат қойған. Бірақ ерте деген кезде тарихшылар бұны мына мәселелермен салыстырады. Неден ерте туған? Неден? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ерте туған.
Пайғамбардан алдын 15 жыл бұрын дүниеге келіп, әлемнің бәрін пайғамбарға реттеген дейді. Ең алғашқы келген, ерте келген дегенде неден ерте келген? Жоғарыдағы айтқанымыз кәлима айтуда ерте келген, құлшылықта ерте келген, инфақта ерте келген, шәһид беруде, құрбанда бір адам исламның әлі парыздары толық отырмай тұрған кезде сол нәрселердің бәрін жасап және дүниеден өтіп кету, бұл кез келген адамға нәсіп болмайтын бір муаффақ, яғни. Аллаху субхана ва тағала өзі сүйген адамдарға ғана бұны нәсіп етеді. Ерте туған деген сөз, білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның ханасында, худжра саадатында, отбасындағы болатын бүкіл оқиғалардың барлығын ерте көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды отбасылық өмірге тәрбиелеген, яғни. Осылай айтайық. Өткені білесіңіз, пайғамбарымыз ол кісіге үйленген кезде 25 жаста болады, Хадиша анамыз 40 жаста болады. Қысқашасын айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға аналық қылады. Және пайғамбарға пайғамбарлық келуіменен бүкіл дүниеге, бүкіл үмметке аналық қылады. Және өзінің артынан пайғамбарға тұрмысқа шыққан барлық аналарымызға да аналықтың бір методикасын көрсететіндей дәрежеде Хадиша анамыз өте үлкен тұлға болған. Үмметтің анасы десе де. Үмметтің аналарының анасы. Үмметтің аналарына аналықты үйреткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға аналық болған. Қазір өмірінде пайғамбарымыздың арасындағы қарым-қатынастарын көресіздер расында. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның да оған қарым-қатынасын көреміз. Құдай қаласа бүгін 1 сағат, 1,5 сағат иншалла отбасына қатысты әңгіме айтамыз деп ойлаймыз. Қоғамда адамдардың арасында қазіргі таңда үлкен мәселелер отбасына байланысты. Әр жерден түрлі тренингтер, неше түрлі психологтарға барып, түрлі сабақтар, вебинарлар, неше түрлі нәрселер, кеңестер алып жатамыз. Бірақ бүгін Аллаху субхана ва тағаланың қалауыменен, Хадиша анамызбенен бүкіл үмметтің жер бетінің асылы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бүгін иншалла біздің сіздің аузымыздан сіздерге бесплатно вебинар береді. Бесплатно сіздердің жаңа ешбір құжыретсіз сіздердің отбастарыңызға ақыл кеңестер айтады, сізге түрлі семинарлар өткізетін болады деп ойлаймын иншалла. Ұстаз, жалпы Хадиша анамызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен жақсы танимыз, оның сырласы болған, және оның әр қиындықта бауырына басқан десек те болады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі Хадиша анамыз айтатын болсақ, пайғамбарымызға дейін тұрмыс жағдайын, хал ахуалын сол кезде Хадиша анамыз пайғамбарға дейінгі қатысы болмаған кезде. Қатысы болмаған кез. Білесіңіз, Мәдинаның атақты әйелі саудада әкесінен қалған үлкен мал мүлік, соның бәрін егелік қылған, үйдің үлкені. Сол себептен барлық нәрсе ол кісіге қалған. Әйел адам болса да еркектермен тең дәрежеде сауда жасайтын, саудаласатын және қазіргі тілмен айтсақ үлкен маркетингтің иесі болған. Ішкі сыртқы, сол Меккенің өзінің ішкі және сыртқы экономикалық мәселесіне айтарлықтай үлес қосқан. Және экономика мәселесінде сол Меккенің тұрмыс тіршілігі мәселесінде белгілі дәрежеде сөз егесі болған. Сондай бір әйел адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға шейін 2 рет тұрмыс құрады. Бірінші рет тұрмыс құрады, күйеуі қайтыс болады, екінші рет тұрмыс құрады, ол күйеуі қайтыс болады. Бірінші күйеуі Абу Халя ибн Зурара. Одан Халя және Харис деген бір ұл, бір қыз болады. Және одан кейін Атық ибн Абд деген кісіге екінші рет тұрмысқа шығады. Бірінші күйеуі дүниеден өткеннен кейін екінші рет тұрмысқа шығады. Одан да Хани деген, Хин деген бір баласы болады. Білесіңіз, 3 баласы, 2 ер бала, 1 қыз бала. Бұл кісілер дүниеден өткен кезде Хадиша анамыз шамамен 37 жаста болады. 37 жас пен 40 жастың арасында 3 жылдық жесір бір уақыты бар. Атақ бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам менен әкесі жағынан да, шешесі жағынан да 2 атадан, 3 атадан бірігеді. Бұлар бәрі Қурайштың тайпасынан.
Яғни не деген сөз? Құрайыштықтар Меккеде сөз егесі. Кез келген сөз ол кісілердің былайша айтқанда алдынан өтеді. Не айтқым келіп тұр бұнымен? Дәулетті, текті, бай, сөз егесі, үлкен сауда иесі, әдемі және ақылды. Аллаху субхана ва тағала бір пендеге не артықшылық беретін болса, соның бәрі Хадиша анамызда. Енді өзі жасы 37-де осындай бүкіл мүмкіншіліктеріменен жесір әйелді Меккеде қалай қойды деуіңіз мүмкін. Қоймады бірақ. Кім келмеді, оның есігін қақпады. Кім оған тәклиф жасамады, яғни. Маған тұрмысқа шығасың ба деп кім ұсыныс бермеді. Басы ана Абу Жахилден басталады, соңы мына Абу Суфияннан аяқталады. Соның барлығы. Бірақ солардың барлығына Хадиша анамыз не деді? Лә деді. Жоқ деді. Жоқ. Менің өмірім сендердің өмірлеріңмен байланысты. Бұлар жоғарыда айтып отқан адамдардың бәрі қарапайым адам бармайды оған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның да асылында Хадиша анамызбен барып үйлену деген ойында болған жоқ ешқандай. Қызық оқиға. Аллаху субхана ва тағала оғанда келсе, ода жайында айтамыз. Осылайша бұл кісілердің барлығы ол кісіге тәклиф жасады, бірақ әрдайым не алды? Раддия. Жауап алды, қарсы жауап. Бірақ күндердің бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға өзінің тәклифіменен не істеді? Ол кісіге тұрмысқа шықты. Кейбір тарихшылар айтады, неге соншалықты Абу Жахил мен Абу Суфиян пайғамбарға сонша жау болды? Сонша себебінің біреуі да бұл дейді. Біздің қолын сұрағанда бізге не дейді, қарсы жауап берген Хадиша неге ол Әбдімүтәлиптің жетіміне тұрмысқа шықты деген сияқты іштерінде кейбір бұл тарапта бар, одан да басқа мәселелер жеткілікті. Осы себепті де Тахира деген. Әлбетте, осыдан бастап оған Тахира деген атақ осы жерден барып беріліп жатыр. Тахира деген сөз аслында таза деген мағынада. Яғни пәк. Не жағынан пәк? Қай жағынан пәк? Яғни түсіндіңіз ба? От басына кез келген нәрсені былай көз тойдыратын нәрселер мен көңілді байламау жағынан пәк. Болмаса атақ абырой керек болса Абу Суфиянмен үйленетін еді. Байлық керек болатын болса Абу Жахилмен үйленетін еді. Бірақ ол кісіге байлық та керек болған жоқ, атақ абырой да керек болған жоқ. Ол кісіге таза бір көңіл керек болды. Расында өзінің жүрегін бір адал, дұрыс болған адамның қолына тапсыра алатындай дәрежеде ақылды кісі еді. Қазіргі заман сияқты бізде үйленесің бе десе, диплом бар ма, жұмыс істейсің ба, машинам бар ма, үйім бар ма демеді, яғни. Зарплатың қанша? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сол заманда үйленетін де мүмкіншілігі жоқ еді. Бірақ оның тазалығын көріп, әмин сенімділігін көріп, оның шынайылығын көріп, тағы да бірнеше мұғжизалар болды, сол мәселелердің бәрін көріп, одан көзінен бір от көргеннен кейін барып, оның қалған жағдайлар қызықтырған жоқ Хадиша. Радиаллаху анха. Ұстаз, бұл жерде бір мұғжизалар дедіңіз бе, сол кезде бір оқиға есіме түсіп тұрды, кітаптан оқыдым. Айтады, сол кезде Хадиша анамыз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тұрмысқа шықпай тұрып, бір түс көрген дейді. Түсінде жаңағы Мекке қаласының төбесіне, үстіне андай бір мықты жарық күн шуақ шашып тұрды. Сол түсті көріп, ол өзінің ағасы бар ғой, Уарақа ибн Науфал. Сол кісіге барып, сол кісі өте көреген кісі болған. Сол кісіге барып, осы түсімді жорып пеш деп айтқан ағасына. Сол кезде жаңағы ибн Науфал дейтін кісі жаңағы Хадиша анамызға, сен бұл Меккенің үстіне шыққан күн ол пайғамбардың келгендігін білдіреді дейді. Ал жаңағы өте күн жаңағы шуақты болып тұр деп айтты ғой түсінде. Сол шуақты сенің үйіне кіргені, сен осы пайғамбармен бірге болуын деп жорыған осы кісі. Иман келтіресің деген мағынада. Осы кезде енді жайлап жаңа біздің тақырыпта осыған ығысқан секілді Хадиша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен тұрмыс құруы, отбасы құруы, осы тақырыпты айтсаңыз сөз. Жалпы жоғарыда айтқаным сияқты Меккенің ең атақты, ең текті, ең абыройлы, ең бай, ең әдемі, ең ақылды әйелінен бірі еді. Бірақ асылында белгілі бір дәрежеде тұрмыс құрам, басқа нәрсе жасайым деген ол кісінің де ойында болмаған болады. Бір күні Шамға үлкен керуен жүретін болады. Ол кезде білесіңіз, жеке-жеке адам қазіргі сияқты товар ал келмейді. Қиын заман ғой, жаугершілік заманы, жолда әртүрлі
жаңа не дейміз қазіргі тілмен айтсақ, шабуыл жасайтын қарақшылықтар бар, әртүрлі нәрселер бар. Сол себептен топ болып сауда бірнеше не дейді, әулеттің керуендері қосылған күйде барып келіп сауда жасайтын еді. Осындай бір хафила дейді, осындай бір саудаға бір ұсыныс түсті. Хадиша анамыз да әлбетте ортаға ақша салды. Бұл жерде тек мәселе ақшада ғана емес, Меккеден мал жібереді, ол мал Шамға барып сатылады, сосын Шамнан да мал алынады, сосын олар елге келіп елде сатылады. Екі тарапты сауда осылай жасалады. Білесіңіз, әйел адам болғаннан кейін өзі сыртқа шығып сауда жасай алмайды. Сол себептен үнемі бұл кісі жалға адамдар алып, солай сыртқы сауданы солай жасайтын. Ішкі сауданы әлбетте өздерінің көз алдында өтеді. Сол кезде білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибтің қолында тәрбиеленген, бірнеше рет Шамды, Басраны көрген, саудаға икемі бар, сондай әбден жетілген сол Шамада еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кезде анасынан қалған кішкентай үйде тұратын. Қазіргі таңда сіз бен біз кітапхана деп білетін үй, кәдімгі Қағбаның жанында бүгінгі таңда кітапхана болып тұрған үй, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Амина анамыздан мирас болып қалған. Пайғамбар сол үйде тұрып жатқан. Қазір кітапхана болып тұр. Қазір кітапхана болып тұр. Әкесінен қалған шамамен 40 шақты қой бір мирасы бар. Соның деңгейінде әркімнің саудасына жалданып, сауда жасап, сөйтіп күнелтіп жүрген кісі еді асында. Ол кісінің әділдігін, саудада шеберлігін, барған жерінен жақсы бір саудада нәтиже көрсететіндігін, табысқа кеңелтетінін жан-жақтан адамдардан естіді. Оның ішінде білесіңіз, ақша жүрген жерде ең үлкен нәрсе әділдікке қаралады. Оның әбден әділ екенін естіген Хадиша анамыз ол кісіге, пайғамбарымыз сол кезде пайғамбар емес, не істеді? Басқа саудагерлерге берілетін ақшадан тағы да бір қат жоғары осындай бір ұсыныспен ол кісіні шақырды. Әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл өте керемет ұсыныс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва ойланбастан бұны қабылдады. Одан кейін қасында Майсара деген бір қызметшіні қосты. Және Майсараға қызметшінің де асыл мақсаты ақшаны оңды-солды жұмсап қоймай ма, саудада қалай жүріп жатыр, бір жағынан жәрдем беру, екінші жағынан болған оқиғаның барлығын егесіне жеткізу. Асылы негізгі мақсат осы. Бірақ сауданың ісіне араласу, оның жаңағы сауданың ценасын қою, басқа мәселелердің ешқайсына ол кісі араласпайды. Осылайша керуен кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Майсара екеуі өздеріне жүктелген малды жетектеп, үлкен көшпен, үлкен керуенмен бірге жолда келе жатып, жолда тоқтап бір жерде демалды. Демалды да бір ағаштың көлеңкесіне отырып, сол жерде истирахат, біраз рахаттанып демалды. Сол кезде Майсара малдарға еге болып жүреді. Қасына христианның бір рақибы келді да, Майсарадан сұрады: "Мынау кім?" Ол да айтты: "Біз жалпы Меккеден келе жатқан саудагерлерміз. Алдыңызда демалып отырған адам Абдул-Муталибтің немересі, Абдулланың ұлы Мұхаммед деген кісі." Әлгі рақиб айналып қайта қарады пайғамбарымызға. Одан кейін келді да бірнеше сипаттарын сұрады. Осындай ма еді, сондай ма еді, мындай ма еді, андай ма еді деген сияқты. Майсара білгендерін жеткізді, білмегенін білмеймін деді. Сол кезде неге соншалықты қызығушылық таныттыңыз осы адамға, деді әлгі рақиб айтты. Бұл ағаштың түбінде тек қана пайғамбар болғандар ғана демалған. Таңғалып жатырмын дейді. Бұл ағаш ешкімге қызық емес бір ағаш асылы. Бұл ағаштың астына келіп бір адамның демалуы менің көңілімді қатты өзгертті деп жатыр. Одан кейін Майсараның көзі былай екі есеге ашылды. Алдын одан байқамай келе жатқан кейбір нәрселердің бәрін байқай бастады. Енді жаңа сен айтқан сияқты мұғжизалардың көкесін тарихшылар суреттейді ол жерде. Қаншалықты енді қуатына келіп жатқан ақпараттардың қарауға мүмкіншілік болған жоқ. Бірақ төбесінде бұлттың жүруі, төбесінде екі періштенің жүруі, сөйлеу барысында, сауда барысында
адамдардың оның алдына жиналуы, жаңағы ол кісінің беріп жатқан саудадағы артықшылықтар мен кемшіліктерді қатар айтуы, адамдардың оған таң қалып Шам қаласында бүкіл Шамның базарында адамдардың барын пайғамбардың алдына жинап келуі сияқты көптеген оқиғалар кездеседі. Қысқасы әңгімені ұзатпайық, ұзақ, бұл үлкен әңгіме. Не істеді? Шамға келген сапар Меккеге қайтып келді. Сәтті орындалды. Ақшалар берілді, тауарлар алынды, белгілі бір дәрежеде үлкен, нәтижелі, жақсы бір сапалы және табысты осындай бір сауда болды. Бұған Хадиша анамыз әлбетте қуанды. Сол сәтте де ол кісі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үстінен кейбір жаңағы қалай айтамыз, хариқал ада дейді ғой, жаңағы әдетті жыртатын, кез келген адамның қолынан келмейтін кейбір нәрселерді көрді, қасында отырған әйелдермен бөлісті дегендей. Одан кейін Хадиша анамыздың Нафиса бинти Муния деген бір құрбысы болды, жақсы араласатын, о да бір бақтияр әйел. Осы кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мақтай бастады. Мен бір жақсы адаммен сауда жасадым. Әңгімені сауданың айналасына алып келді да, бірақ мәселе, қызығушылықтар, әңгімелер тек сауданың төңірегінде емес, сауданың сыртында бір әйел адам сезді бұл нәрсе. Сосын Нафиса сразу Хадиша анамызға айтып жатыр, бұл кісіден сенің бір ойың бар ма деп жатыр. Сосын айтты, менің ойым одан қалай болсын, ол деген жап-жас жігіт емес па, мен деген орта жаста әйел емеспін ба, ол әлі үйленбеген, мен деген 2 рет тұрмыс құрған емеспін ба деген сияқты. Қысқашасы Мәйсара анамызға былайша айтқанда кішкене хаттар жолдады. Бұны түсінген Нафиса анамыз былай деді, сен бұл істі маған қалдыр, мен бұл кісімен сөйлесейін деді. Бір ыңғайды тапты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді. Келді де әңгімені былай бастады. Ей Мұхаммед, сен Мұхаммед әл-Аминсің, Меккеде танымал Мұхаммедсің, сенімді болған бір Мұхаммедсің. Сол себептен неге сен осы уақытқа шейін бойда жүрсің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, білесіңіз, әр заман ашық, пәк, тап-таза айтты, менің қазір үйленуге халім жоқ. Менде я мүмкіншілік жоқ, я жағдайы жоқ, я үйленуге, той жасауға, қалыңдық беруге, басқа нәрсе ешқандай мүмкіншілігім жоқ, сол себептен мен үйленбей жүрмін. Одан кейін былай айтты, біз сенің бұл мәселелерінің барлығын түбегейлі шешсек та бір. Екіншіден, саған да бір ыңғайлы келетін бір әйелді ұсынсақ та, сен бұған қалай қарар едің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кімнен әңгіме қозғағың келіп тұр? Хуайлидтің қызы Хадишада. Пайғамбарымыз айтты, ондай үлкен атақты, дәулетті адам менімен тұрмыс құру қалай болады екен деді. Сен бұл мәселені бәрімізге қалдыр деді. Бұл жағын біз шешейік. Сен өзің ойлан деді. Осылайша Нафиса мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ажырасты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, білесіңіз, өзінің немере ағасы Абу Талибке келіп болған оқиғалардың барлығын жеткізді. Жеткізді дегенде болған оқиғаны болған күйінде жеткізе салған жоқ әлбетте. Өзінің де Хадиша анамыздан бір үмітінің бар екендігін, өзінің де қарсы емес екендігін жеткізді. Бұны естіген Абу Талиб сразу шақырып Хамза радиаллаху анху шақырды. Бұлардың барлығы, білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам немере ағалары. Ол кісіні қызға құда түсу деп айтамыз ба қазіргі біздің заманда? Қызға құда түсу үшін Хамзаны жіберді. Хамза барып, үймен келісіп, жағдайдың бәрін баяндап, осылайша араларында тойдың уақыты белгіленді. Тойға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тарапынан Абу Талиб пенен Хамза екеуі бірге келді. Хадиша анамыздың тарапынан Уарақа ибн Науфал сол жерде бір керемет той өтті. Хадиша анамыздың
кейбір риуаяттарда немере інісі, кейбір риуаяттарда нағашысы сол кезде ол кісінің тойына арнап бір керемет үй берді, бір үй сыйлады тойға. Тіпті бұл үй Қағбаның сүт бауыры деп аталып кеткен. Меккенің ішіндегі ең керемет үйді Хадиша анамызға сыйға тартты. Той сол үйдің ауласының ішінде өтті. Абу Талиб шығып өздерінің қазір біз сияқты арабтарда тура бізге ұқсайды өзі. Өздерінің әулеттері жайында айтты. Өздерінің атағы жайында, өздерінің керемет бір текті әулеттен екендігі, ұруы, өздерінің шыққан аталары, оларда да тура сондай. Сол нәрселердің барлығын айтты. Бұл жақтан да Урақа ибн Науфал өзінің жағдайы туралы айтты. Осылайша бір неке қиынып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен Хадиша анамыздың арасындағы ең алғашқы пайғамбарымыздың өмірінде неке осылай басталды. Неке қалай айтайын, дүниеда сіз бен біздің дүниеда мұсылман атына үйленген адамдардың бәріне үлгі болатындай дәрежеде алғашқы қиылған некелерден болды. Осы некеден 6 бала дүниеге келді. Үлкені Қасым, білесіңіз, кейбір риуаяттарда 2 жаста, кейбір риуаяттарда 2 жасқа да жетпей. Өйткені бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, Хадиша анамыз жылап, Қасымның ауырып қалған жайында айтады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның түрінен Қасымның дүниеден өтетінін сезеді. Сосын айтады, емшекті тамандаса да бір еметін уақытын толтырып, яғни 2 жастан асып дүниеден өтсе да, оған шейін менің көңілімде қалса да, менің қасымда болса деп бір тәклиф тастайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызға алғашқы жәннат шүйіншісін береді. Иншалла сен Қасым екеуің жәннатта жолығасыңдар, осы жерде емізуін тамамдайды дейді. Ең үлкен баласы, одан кейін 2-ші Зейнеп дүниеге келеді, одан кейін 3-ші Руқия дүниеге келеді, одан кейін 4-ші Умму Күлсүм, 5-ші Фатима, 6-ші Абдулла. Умму Күлсүм мен Фатиманың арасында әртүрлі риуаяттар бар. Әуелі Фатима келгендігі, содан кейін Умму Күлсүм келгендігі. Бірақ бізге жеткен нақты риуаяттар бойынша бірінші Умму Күлсүмнің соңынан Фатиманың келгені. Ең кенжесі Абдулла баласы. Ең кенжесі Абдулла. Алғашқы үйленген кездері Абу Талиб біраз мазасызданады. Қалай болып жатыр екен жағдай. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің қолында тәрбиеленген жап-жас жігіт, жаңағы қалай айтайын, қатты активный емес, былай сабырлы, байсалды сондай. Енді Хадиша анамызды білесіз, енді бүкіл Меккенің 3/4 байлығы қолында болған әйел ғой енді. Бизнес істеп. Не істеп жатыр екен дейді ғой енді. Қызық қайтып жатыр екен. Ана інімді әкеп құл қылып қойған жоқ па үйінде? Дейді, Нәбә деген қызметшіге айтады, білдірмей бар. Бір аңдып барған адам сияқты бар ма? Өзің ақылыңа не келсе келсін, бірдеңе тап, сол үйге бар да, біздің Мұхаммедтің жағдайынан маған хабар бер. Бар көр деп жатыр. Кетті, барды, араға біраз уақыт салып келді. Одан кейін мынандай сөз айтып жатыр. Ей Абу Талиб дейді. Мен сондай бір жанұяны көрдім. Меккеде оның тағы да бір ұқсас ондай бір жанұя жоқ дейді. Таң қалған Абу Талиб, не көрдің деді сонда. Не көрдің? Есік қағылады дейді. Есікке Мұхаммед жүгіреді. Мұхаммедтің артынан Хадиша жүгіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсе қаласа, әкем және шешем сенің жолыңда құрбан болсын, я Мұхаммед деп Хадиша жүгіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, енді өзі пайғамбар емес, айтады, біздің Мұхаммед әйеліне көмектесіп үйдің шаруасын істеп жүр. Екеуінің арасындағы үйлесімділік бұл біздің өмірде танымал бір жағдай емес дейді. Ондай жоқ ғой, еркек әйелге көмектесу деген жоқ. Бұл бір мүлде бір басқа атмосфера ана үйде. Басқалардың үйінде жоқ дейді ондай нәрсе. Одан кейін барып Абу Талибтің көңілі орнына түседі. Араларында бір шынайы бір сүйіспеншілік бар екен деген мақсатта. Бүгінгі подкастымыздың демеушісі Men's Outlet Ақтөбе ерлер киімдер желісі дүкені, Түркия елінде өндірілетін сапалы және төменгі бағадағы киімдер. Ұстаз, енді мына темада әңгіме айтайықшы, мына тақырыпта.
Қазір ер мен әйелдің арасындағы махаббатты әркім әрқалай түсінеді. Және қазіргі заманда ажырасу деңгейі өте жоғары. Ол әркім өзінің міндетін білмегені үшін деп ойлаймын. Және пайғамбарымыз бен осы тұста Хадиша анамыздың арасында нәрселерді қалай шешті, осы қазіргі замандағы жастарға бір насихат ретінде бір осы тұрғыда әңгіме айтсақ. Яғни махаббаты жайлы ма екеуі? Иә, екеуі махаббат жайлы, арасында нәрселерді қалай шешті. Әлбетте махаббат деген нәрсені адам әркім әртүрлі түсінуі мүмкін енді. Әрбір адамның санасындағы ойлау деңгейінің кеңдігіне немесе диапазонның кеңдігіне байланысты махаббат дегенде бір адамдар бір ер мен жастың бір-бірінің қолынан ұстап алып жүру деп те түсінуі мүмкін. Бүгін Құдай қаласа сіздерге шынайы махаббатты сезінген, бұны білетін және алғашқы махаббат деген нәрсені ортаға қойған бүгін бір үлкен мәселе айтқымыз келеді. Енді әңгіме махаббаттан басталған кезде сендерді арада анау мынау деп тоқтата бермеңдер енді. Дұрысынан махаббат туралы айтайық. Жалпы арабтарда білесіңіз, көп әйел алу бұл танымал нәрсе. Ниса сүресінің 3-ші аяты келгенде, Ниса сүресінің 3-ші аяты бар. Біз әйел алғанда бірінші соны оқимыз. Біздің Фатихадан, Бақарадан басталмайды біздің Құрандар. Нисадан басталады. Осы Ниса сүресінің 3-ші аяты келген кезде, қазір бұл аятты көріп біз былай аржиып бүйтіп көңіліміз толатын болса, арабтар жылады. Не үшін? Өйткені бұл аят әйел алуды 4-еумен шектеп тастады. Шектеп тастады. Одан да көп па негізі? Ол асылында арабтар қанша алам десе алатын еді, яғни. Шегі жоқ, яғни 20-30 әйелі бар еді. Қазіргі таңда біз сияқты уәсна, уәс-суласа, уәр-рубаа деген кезде біз езуіміз битетін сияқты, өзі олай болған жоқ. Өте көп секілді. Не болған? 4 әйелмен қалай жүреміз деді. Түсініңіз ба? Аспан мен жерде түсінік бар. Сол себептен кейде аяттың мағынасын толық кейде түсіне алмаған адамдар оң сол сөйлеп жатады қоғамда. Хадиша анамыздың бұған не қатысы бар деуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызға үйленгеннен кейін 5-6 жыл уақыт өткеннен кейін Хадиша анамыз Нәфисаға былай деп айтты: сен барда Мұхаммедпен сөйлес деп жатыр. Егер ол қаласа, екінші әйел алсын. Менің тарапымнан бір рұқсат екенін жеткіз оған. Ол өзін ыңғайсыз сезініп жүрген шығар бәлкім деп жатыр. Нәфиса анамызда еш ойында жаман ештеңе жоқ, келді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: егер сенің көңіліңде тағы да бір жас әйелге деген бір сұраныс болатын болса, ол кезде сен еркінсің, яғни. Хадиша тарапынан қатты қысылма деп жатыр. Жауап не білесің бе? Хадишаның үстіне әйел ма деп жатыр. Уаллахи ла, Хадишаның үстіне әйел алынбайды. Әйел алынбайды Хадишаның үстіне. Не түсіндің? Махаббат. Неге әйелдер қазір ана телефон ақтарып бір-біріне сенбей, сен деген бүйтпе, сен деген сөйтпе деп жаңа айқай шу шығар. Осы жерде мына нәрсені айтқымыз келеді. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті мұсылман бауырлар, егер сендер өздеріңе лайықты бір Хадиша іздесеңдер, онда сендер Мұхаммадия бір хулуқта болыңдар. Өйткені Аллаху субхана ва тағала лайықтыларды бір-біріне қосуға уәде етті Құранда. Ешқашан сен өзің зәнисің, бір тақуа әйелге үйленем деп үміт етпе, яғни. Түсіндіңіз ба? Сол себептен сен Хадишаны мұрат ететін болсаң, онда сенде Мұхаммедтен бір нәрсе болу керек, саллаллаху алейхи вассалам. Немесе сен егер Хадиша болсаң, әңгімені екінші жақтан өткізейік. Егер саған бір Мұхаммед керек болса, саллаллаху алейхи вассалам, бір тақуа еркек керек болса, онда сен де Хадиша бол, яғни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр ғой, сен үйлен қаласаң деп жатыр. Қаласаң үйлен, екіншісін ал. Пайғамбарымыз дейді, асылы алынбайды деп жатыр. Неге сіздің күйеуіңіз сөйтіп айтпайды? Менің әйелімнің үстіне асылы екіншісі алынбайды. Не деген сөз?
сен Хадиша емес. Хадиша болмай тұрсың. Көбісі түсінбейді, формула дейсіз ғой. Бұл тек қана Хадишаға қатысты болған нәрсе емес екен. Түсіндіңіз ба? Бұл пайғамбардың көзіндегі Хадиша. Болмаса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамыздан кейін Сауда анамызға, Айша анамызға, тағы да көптеген Зейнеп анамызға, Сафия анамызға үйленді бұларға. Не деген сөз? Хадишасы бар да, бірақ қалғандары Хадиша емес. Түсіндіңіз бе? Орны бөлек. Өйткені Хадишаның үстіне әйел алынбайды, бірақ Сауданың үстіне алынады, Айшаның үстіне алынады, Сафияның үстіне алынады, алынады. Түсіндіңіз бе? Сол себептен мына нәрсеге қарау керек. Отбасы деген нәрсе бұл тек қана байлықтан, тек қана кедейліктен, тек қана ақылдылықтан, бұл нәрселерден тұрмайды екен. Отбасының ауызбіршілік болуы екі жанның, екі адамның бір-біріне мейлінше үйлесімі деген мәселені білдіреді. Мейлі олар бай семьядан болуы мүмкін, үйлесуі мүмкін. Үйлесті ме? Байлық деген мәселе емес оларға. Екеуі де кедей семьядан болуы мүмкін. Екеуі бір-біріне үйлес алды ма? Аллаху субхана ва тағала араларын хайырмен жарастырды ма? Кедейшілік деген нәрседе ешқандай бір оларға перде бола алмайды. Арасында біреу бай, біреу кедей болған болуы мүмкін. Екеуінің арасында бір үйлесімділік, жарасымдылық деген нәрсе пайда болды ма? Бұл байлығы да, кедейшілігі да оларға ешқандай кедергі болмайды. Егер сіз дайын болсаңыз, жайлап мәселені бастайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде Хадиша анамыздың орны ерекше болды. Ерекше болғаны соншалықты бізге осыншама хадис жеткен. Меккеде туып, Меккеде өлген бір адам туралы айтып жатырмыз. Меккеде өлді, Меккеде дүниеден өтті. Меккеде жабық болған ақпараттардың ішінен өте көп ақпарат. Қалай? Пайғамбарымыз салса Меккеде жүргенде де Хадишам деді, Мәдинада жүргенде де Хадишам деді, Хира тауында үңгірінде болғанда да Хадишам деді, түскенде де Хадишам. Пайғамбар қай жерде тірі болса саллаллаху алейхи вассалам, Хадишасы оның жүрегінде мәңгі болды. Басына бір қиыншылық келсе Хадишам деді, басына бір қуаныш келсе Хадишам деді. Хадишам деген сөз Айша анамыздың жүрегін жарды. Өзінен бір риуаят бір айтады. Екеуміз бір заманда өмір сүрмесек те, екеуміз бір заманда өмір сүрген жоқпыз. Көрген жоқпын мен ол кісіні. Бірақ соның өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдерінің ішіндегі ең қатты қызғанатын Хадиша еді. Жоқ ол кісі. Дүниеден өтіп кеткен адамнан пайғамбарды қызғанған. Неге сен Хадишам деп тұрасың? Неге? Аллаху субхана ва тағала сенен Хадишаңды алды да Хадишадан да хайырлысын саған бермеді ма деп жатыр. Хадишадан да хайырлысы. Не хайырлысы болуы мүмкін? Санап жатыр. Бір, сенің Хадишаң 2 рет тұрмысқа шыққан жесір бір әйел еді дейді. Мен сенің құшағыңа, төсегіңе бәкира күйде кірдім. Сенің Хадишаң сенен бұрын 3 бала дүниеге алып келген кең құрсақты бір әйел еді. Мен саған тар құрсақтағы бір әйел болып кірдім. Сенің Хадишаң сенен 15 жас үлкен бір әйел еді. Мен сенен бәленбай жас кішкентай күйде Аллаху субхана ва тағала. Алла сенен не дейді? Жаманын алды да орнына жақсысын бермеді ма саған? Қонбайсың ба деп жатыр. Қонбайсың. Бұл әйел адам яғни. Әйелді да әйел ретінде. Айша анамыз оның әңгімесі өз алдына бөлек. Уммухатул муъминин бұл бөлек. Бұл басқа мәселе. Кейде адамдар дұрыс түсінбей, Айшаны жаман деп жатқан жоқпын. Мен жаман деп жатқан жоқпын. Бүкіл кітаптар жазып жатыр бұны. Айша анамыз бенен Хадиша анамыздың орнын көрсетіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Ей Айш деп жатыр. Аллаху субхана ва тағала маған Хадишадан хайырлысын берген жоқ дейді. Бұл бірінші сөз. Түсіндің бе енді? Мен айтып жатқан жоқпын оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Ей Айш деп жатыр. Маған Алла тағала Хадишадан хайырлысын берген жоқ. Айша анамыз санаған еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да санап жатыр. Менен елдің бәрі бет бұрған кезде маған иман келтіріп, мені алғашқы тасдиқ еткен, менен кейін ла иляха иллалла деген Хадиша еді. Бүкіл есік менің алдымда бетіме жабылған кезде бүкіл есігін айқара ашып, қолындағы бар мал мүліктерінің барлығын менің аяғымның астына төккен Хадиша деп жатыр. Бүкіл Мекке менің үстіме бойкот жариялап, мені өлтіру үшін менің үстіме мінген кезде менің астыма төселген Хадиша деп жатыр.
Менің Мұхаммади бір ұрпақ тарау керек болса, ол ұрпақ та сол Хадишаның құрсағынан тарады. Айш, маған айтшы деп жатыр. Хадишадан да хайырлысын Алла берді ме маған? Айтшы маған. Берді ме осыдан кейін? Берген жоқ деп жатыр. Хадишадан хайырлысы жоқ. Раз и навсегда запомни деп жатыр. Мәңгілікке есіңе сақтап ал, және қалғандарына да жеткіз. Айша анам жеткізіп жатыр хадисте. Маған Аллаху субхана ва тағала Хадишадан хайырлысын берген жоқ дейді. Махаббат керек па саған? Керек па саған махаббат? Таң атқанша айтсам болады яғни. Осыншалықты махаббат туралы әңгіме айтамын деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді бұл махаббат өз алдына бөлек махаббат. Бөлек. Айша анам, Хадиша анамыздың өмірін оқу, әйелімнің түрі өзгеріп кетті өзім. Әйелімнің түріне басқаша қарай бастады. Түсіндіңіз бе? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын былай көтеріп тұрып айтып жатыр. Самада, яғни аспанда деп жатыр. Ең хайырлы ол не дейді? Исаның шешесі Мариям. Жердегі ең хайырлы әйел ол Хуайлидтің қызы Хадиша. Түсіндіңіз бе? Ең хайырлысы. Бір күні сахабалармен бірге отыр еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қолынан мынандай шыбық алды да, жерге 4 сызықты сызды да сұрап жатыр. Не бұлар білесіз ба дейді. Сахабалар күнделікті жауап береді. Алланың елшісі жақсырақ біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр. Бұл жер бетіндегі ханымдардың сұлтандары деп жатыр. Бір, Фирғауынның әйелі Асия. Бір. Екіншісі, Исаның анасы Мариям. Үшіншісі, Хуайлидтің қызы Хадиша. Төртіншісі, Мұхаммедтің қызы Фатима. Басқа әйелі жоқ бұл жерде тек. Жоқ, басқалар жоқ. Түсіндіңіз бе? Бұлар Аллаху субхана ва тағаланың несімен бұлар артық? Несімен? Неге жоқ Айша? Неге жоқ Сауда? Неге жоқ Сафия? Неге жоқ Зейнаб? Неге жоқ та неге бұлар бар? Неге? Білесіңіз, Құран кәрімде аят бар. Аллаху субхана ва тағаланың алдында пенденің дәрежесі тек қана тақуалығымен өлшенеді болды. Тек қана тақуалығымен. Тақуалықтың да дәрежелерін көрсетіп беріп жатыр. Ең жер бетіндегі мықты тақуа әйелдер бұлар яғни. Қалғандар оның астына өтеді. Бұдан басқа тақуа жоқ деп жатқан жоқ. Бар. Бірақ тақуаның 100% категориясын ұстап тұрғандар міне осылар. Қалғандар 97-98. Менің сөзім емес яғни. Түсіндіңіз бе? Қалай жеттің бұл нәрсеге? Қалай жеттің? Бір үлкен нәрсеге жету үшін бір үлкен нәрсені құрбан ету керек. Бір үлкен нәрсеге жету үшін бір үлкен нәрсені, бұл хақиқат яғни. Неге Фирғауынның әйелі Асия? Мұса алейхиссалам. Фирғауынның әйелі Асия Мұсаға иман келтіреді. Мұсаға иман келтіргенін естіген Фирғауын жазалайды оны. Азаптайды дейікші, жазалайды емес. Оны Сахараға жалғыз қаңғытып жібереді. Сахарада көрген азабы адам естісе түршігерліктей дәрежеде. Осының нәтижесінде Мұса алейхиссалам арқылы Аллаху субхана ва тағала Асияға былай деп айтты. Жақұттардан құрастырылған жәннат саған нәсіп етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында бүкіл не барса бәр нәрсесін пайғамбардың астына төсеген. Қаншама қиыншылық көрді өзі. Жағдайы дұрыс Абу Суфьяндармен бірігіп алса жақсы отыратын әйел еді негізі асылында. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін бүкіл нәрсесін тастаған Хадишаға да Жабраил алейхиссалам айтып жатыр: Алланың және менің сәлемімді жеткіз. Жақұттан құрастырылған жәннат бар оған. Және ол жерде ешбір у-шу, ешбір қиыншылық жоқ оған. Хиджреттің 2-ші жылы, білесіңіздер, Мәдинада маңызды бір оқиға болды. Бір күні Билал радиаллаху анху бейнамаз уақытта азан шақырды. Қара ту көтерілді, Бәдірдің азаны айтылды. Бұл жерде біз ғазауаттардан әңгіме айтқымыз келіп отқан жоқ. Білесіңіз, сол Бәдірде 313 сахаба исламның туын қорғады. Мұсылмандардың жанын қорғады, малын қорғады. Және сол жерде 70 мушрикті өлтірді, және 70-ін
қалай айтамыз, әсер тұтқын алды. Осылайша келді, білесіңіз, оқиғаны өткенде бір әңгімемізде айттық па, айтпадық па, тұтқындар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам истишаре жасайды сахабалармен. Соның ішінде Хазіреті Абу Бәкір болады, Омар болады және Абдулла ибн Рауаха. Осы үш кісінің ойын тыңдайды. Ең соңында Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху айтады: я Расулалла, бұлардың барлығы меккеліктер, бұлардың барлығы біздің таныған адамдарымыз, туыстарымыз. Мәселен, сол Бәдір шайқасының ішінде мұсылмандарға қарсы Абу Бәкірдің баласы соғысып келген еді. 70 әсер дейді ғой, жаңа тұтқынға түскендердің ішінде Хазіреті Абу Бәкірдің баласы да бар. Біз былай қылайық дейді, шамасы барлары сатып алсын. Сатылымға шығарайық, сатып алып кетсін, ол да бізге бір қаражат болсын. Шамасы жоқтарды, ешкім сатып алмайтындарды не істейміз енді, оларды өлтіріп, олды құл иеленушілік ретінде ұстап тұратын, оларға тамақ, жағдай, оларды орналастыратын жеріміз де жоқ. Сол себептен басына бостандық бере салайық деді. Барлығын бірдей тыңдағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай шешім шығарды. Былай қыламыз дейді: сататындарды сатамыз, жағдайы барлар туыстарын сатып алсын. Ішінде ілімділерін барлығын асхабу суфаға жинаймыз. Сол жерде не істесін? Асхабу суфада барып асхабтарға ілім үйретсін, жазу сызуды үйретсін. Сосын я сатып алатындары да жоқ, я ілімі де жоқтарды не істейік? Басына бостандық берейік деді да келісті. Бұл үкімнің үстіне бұйрық қойылды, осылай үкім жүрді. Сатылды сатылатындары. Сатылып кеткеннен кейін сатылғандардың бәйтул малы ортаға келді. Жиналған ақша. Жиналды, ақша жиналды, мал жиналды, білмеймін не барса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жиналған малдың ішінен бір мынандай алқа көзіне түсті. Дереу еңкейіп барып алқаны қолына алды. Сосын алды да айтып жатыр: мына алқаны қаяқтан келді мынау деп жатыр. Зейнеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үлкен қызы Зейнептің күйеуі Абдул Ас ол кезде мушрик, Меккеде қалып қойған. Бәдір шайқасына мушриктердің қатарында келіп, о да тұтқынға түскен. Абдул Асты көрген Зейнеп анамыз барып, мойнындағы, қолындағы бар қаржысы сол болса керек, соны апарып бәйтул малға тапсырып, соның құнына Абдул Асты күйеуін сатып алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолына алқа өткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі көзі жасқа толып кетеді. Сахабалар келіп айтады: я Расулалла, неге осыншалықты мораліңіз бұзылды? Сендер білесіңдер ма бұл алқаның қаяқтан екен? Бұны Хуайлид Шамның базарынан арнайы тапсырыспен Хатижамның дүниеге келгеніне арнап құйдырған. Кішкентайынан бастап бұл Хатижамның мойнында өскен. Үлкен қызымыз Зайнап тұрмысқа шыққанда соның артынан хадия ретінде Абдул Астың үйіне кеткен. Бұл Хатижамнан қалған бір парша деп жатыр. Бауырлар, былай қылайық дейді: мына алқаны да Зейнепке жіберсек, мына Абдул Асты да басына бостандық бере салсақ, сендер бұл нәрсеге келісесіңдер ме дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзін сахабалар жерге тастасын ба? Ләббайк я Расулалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткен Хатижасын анау Бәдірдің кезінде қалай хадиске ілінді түсіндіңіз бе енді? Хатижа пайғамбар дүниеден өткенге шейін хадис болады. Сол себептен бұл хадис, яғни хижреттің 8-ші жылы Меккенің көшесінде алғашқы рет Фатықтың азаны айтылған кез дейді. Мекке Фатық атылған кез. Хижреттің 8-ші. Барлығы бірдей келді, қуанышында шегіз, отанға оралу дегенді білдіреді ғой бұл. Сахабалардың оның ішінде мұхаджирлердің көзінде мүлде басқа нәрсе. Туыстарымен қауышып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алды азан-қазан болып жатқан кез. Біреулер кешірім сұрап келіп жатыр, біреулер иманға келіп жатыр, біреулер түскен малды бөлісу үшін
у-шу болып жатқан кез ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп тұрған ана дейді талпа дейміз ғой, жаңағы қауымның ортасынан бір жасы үлкен кемпірді көрді. Орнынан тұрды. Жол ашыңдар деді. Жол ашыңдар. Жолмен өтіп әлгі кісіні бері қарай өзіне тартып алды. Үстіндегі шапанын шешті, жерге жайды. Ана кемпірдің қолындағы таяғын алып кемпірді жерге отырғызып, сағаттарша сонымен әңгімелесті. Сахабалардың барлық шаруаларын қойып күтіп отырды. Айша анамыз риуаят етеді, біресе күледі дейді, біресе жылайды дейді, біресе бір қайғы мұңның ішіне кіріп кетеді дейді. Одан кейін әңгімені бітірді, таяғын қолына ұстатып, орнынан тұрғызып әлгі кісіні шығарып салды. Келген бойдан алдынан шығып, кім еді бұл деді. Не деп жатыр? Хатижамның подружкасы ғой деп жатыр. Хатижам туралы әңгіме айттық біз олармен дейді. Хатижамды есімізге алдық сол кезде. Хатижаны менің есіме түсіретіндей дәрежеде бұл адам еді деп жатыр. Хадисте есім берілмейді, бірақ Нафиса ибн Муния деп тарихшылар шамамен пайымдайды. Тура осы бір оқиға Умму Зуфар анамызға да қатысты. Бұл Мәдинада болған бір оқиға. Ол кезде де тура осы кісіге, қартқа көрсеткен сияқты бүкіл құрмет көрсетіледі. Кеткеннен кейін кім еді бұл десе, Меккеде біздің үйімізге үнемі келетін, менің Хатишамның шашын тарайтын, менің Хатишамды әдемілейтін, жаңағы қазіргі тілмен айтсақ, оған маникюр жасайтын, педикюр жасайтын, бүкіл жаңа сән салтанатын жасайтын әйел еді. Онымен бірге отырып, Хатишалы күндерімізді есімізге алдық деп. Бір адам жаратылыс, бір адамды осыншалықты сүюі мүмкін ба? Аллаху мәңгілік есте сақтаған есте. Аллаху субхана ва тағала бір адамның жүрегіне бір адамды былай байласа, бұл мәселелердің барлығы мүлде басқа қырынан қаралады екен. Не деген сөз? Шамам келгенше неге бұны бұлай айтып жатырмын? Өйткені бір-бірімізді бағалайық, яғни. Бұл бір тағдыр. Біз бұл жерде Хадиша анамыздың ешбір кемшілігі жоқ, ол бір періштет деп жатқан жоқпыз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзінде Хадиша анамыздың ешбір кемшілігі жоқ. Сенің де әлбетте әйеліңнің түрлі кемшіліктері болуы мүмкін, сырттағы адам оны көруі мүмкін. Сен көрме, яғни. Сенің көзіңде сенің әйелің пайғамбардың Хадишасы сияқты болсын. Пайғамбардың Хадишасы сияқты. Кемшіліктердің бәрін көрме сен. Әрбір кемшілігі саған керемет бір хайыр болып көрінсін. Мәселе шешіледі деп ойлаймын. Кішкентай болмайтын нәрседен жаға жыртысып, бір-бірімізге ауыр сөздер айтып, ауыр сөздеріміз бір-біріміздің әке шешеміздің кемшіліктеріне ұласып, соңында ең соң ажырасумен бітіп, бір-бірімізді не дейді, жүрегіміздің ең түбінен кешіре алмай жылап жүру оңай нәрсе емес. Бір отбасының бір-біріне байлануы бұл ақыттардың ішіндегі ең үлкені. Және соншалықты байлаған дұрыс бұны, бұл ақыт оңайлықпен шешілмейтіндей дәрежеде. Бұлай екі отбасының ақыттарын бір-біріне байлау деген сөз не деген сөз? Көп жариялау деген сөз. Көп қалың мал беру деген сөз. Әке шешелерін бәріне естірту деген сөз. Мейлінше туған туыстарының алдында ант беру деген сөз. Бір-біріміздің кете алмайтын дәрежеде. Өйткені шайтан мейлінше ажырастыруға тырысады. Сол кезде ұялғаннан, қорыққаннан, абыройсыздыққа түсіп қалмаудан, қарызға кіріп кетпеуден, жан жақтан себептер бізді ажырастырмайтындай дәрежеде ақыт байланса, бұл жақсы бір дұрыс бір семья болып кетеді. Неге? Проблемалардың барлығы алғашқы онжылдықта. Проблемалардың бәрі алғашқы. Егер сен арзан ала салған болсаң, келе салмаған, о да келе салған, сосын кете сал дегенде әңгіме оп-оңай болып қалады. Сол себептен мейлінше қашпау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жағдай жоқ. Бір 40 қойы бар, шешесінен қалған жалғыз үй бар. Осындай болғанның өзінде Хадиша анамызға қанша берген? 400 дирхам, 20 ұрғашы түйе берген. Я 400 дирхам, я 20 ұрғашы түйе.
О заманда түйенің бағасы, адамдардың көзінде түйенің саны қанша екенін білмеймін, бірақ қазіргі ценасын сен жақсы білесің. Аралдан келді. Бір түйе қанша тұрады қазір? Ұрғаш түйе сол зекетке бөлетін ғой тек. Бір түйе қанша тұрады? Шамамен. Шамамен орташа 500-ден ары шығар. 500 бола ма? 500 жылқы тұрады. Миллионға жақын болуы мүмкін. Енді есепте 20 миллион бересің ба сен? 20 миллион. Хадишам үшін 20 миллион деп жатыр ғой, біздің теңгемен есептегенде. Түсіндіңіз ба? Сол себептен екі адамның бір-біріменен отандасуы. Отандасуда қалай болады? Алланың атыменен, пайғамбардың көрсеткен сүннеті бойынша. Мен өзімді саған атадым. Мен де сені өзіме қабылдадым. Түсіндің ба? Айналада саған харам бірге қалу мүмкін болмаған бір әйел еді. Алла және пайғамбардың сөзін айттың сен бір ауыз, сол үшін не істеді? Өзінің бүкіл ар-намысын сенің қолыңа табыстай салды. Одан кейін ол әйел саған халалға айналды. Онымен бір бөлмеде қала аласың. Онымен жаңа не дейді, артықшылығыңды, кемшілігіңді, екеуің бір-біріңе киімге айналдыңдар. Түсіндіңіз ба? Енді ортаға келген кезде мәселені бұзу дұрыс емес нәрсе. Бір күні есік қағылды дейді, есік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орнынан атып тұрды да, бұл Хатижамның сіңілісі Халяның есік қағуы сияқты. Есік қағуын білмеймін. Бір адамды сүю деген сөз қалай сүйетінін түсіндің ба енді? Бұл Хатижамның сіңілісі болған Халяның есік қағуы дейді. Уаллахи Халя болса екен деп жатыр. Неге Халя болса екен? Хатижалы күндерді еске алса екен. Жүгіріп келді де есікті ашты, Халя анамыз келді. Түсіндіңіз ба? Одан кейін бұның бәрін көрген Айша анамыз, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға, сен Хатижа жайында маған неге айта бересің? Тіпті кейбір ауыр сөздер, аузында тісі жоқ деген сөздерге шейін айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөздерді естіген ашуланатын қатты. Мына жерінде бір тамыр бар еді пайғамбарымыз. Ашуланған кезде сол тамыр шодырайып шығып кетеді. Ең соңында Алланың атымен ант еттім деп жатыр Хатижа. Хатижадан пайғамбарымызды қызғанумен бір опа таппайтынын түсінді да. Екіншілер ешқашан ашуланбаймын, қызғанбаймын деп өз-өзіне ант берді. Неге білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрған жерінде, жүрген жерінде неге менің Хатижам дей береді білесің ба? Инни қат рузиқту хуббаха. Аллаху субхана ва тааля осы Хадишама деген махаббатпен мені рызықландырды деп жатыр. Осы Хадишама деген ынтызарлықпен өмірімнің мәніне айналды менің деп жатыр. Құласам аяққа тұруыма себеп болды осы Хатижа. Басқа яғни. Біздің түсінігіміз басқа, біздің өміріміз басқа, біз мүлде басқамыз, адамдар мүлде басқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 35 жасқа келді. Хатижа анамыз 50 жасқа келді. Осы кезде туды Фатима. Фатима осы кезде туды. Одан алдын қаншама кім келді? Қасым келді, Зайнап келді, Руқия келді, Үммі Күлсім келді. 4 баласы, 5-ші бала дүниеге келгенде Хатижа анамыз ішінен былай деп жатыр. Алғашқы 4-еуінің есімін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі қойды. Енді осы баланың есімі маған қою нәсіп болса да, мен оған шешемнің Фатима ибн Заиданың атын қойып Фатима десем оны деп армандады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да сырттан келді, кішкентай Фатиманы қолына алды, қуанды, мәз болды. Мен қыздардың әкесімін деп жатыр. Мен қыз үмметтің әкесімін деді да, осы қызыма шешемнің атын қоям деді. Хатижа анамыздың настроениесі түсіп кетті. Амина болатын болды, ауата деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер мен шешем десем дейді, онда анамның орнына маған шеше болған Абу Талибтің әйелі Фатима бинти Асадты айтып жатыр. Хазіреті Али радиаллаху анху да бір күні былай дейді, Фатиманың үйінен Фатиманың үйіне баратыр. Анасының да аты Фатима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызына үйленді, оның да аты Фатима.
Осылайша мына сөзді естіген кезде Хадиша анамыздың ішкі жан дүниесі түбегейлі өзгерді да былай деді: олай болса қызымыздың аты, сенің шешеңнің аты Фатима да болсын, менің шешемнің аты Фатима да болсын деп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 35 жастан бастап 40 жасқа шейін өмірінде үлкен өзгеріс пайда болды. Үлкен өзгеріс. 35-тен 38-ге шейін 3 жыл пайғамбар үй көрмей кетті. Мүлде. Анда-санда бір келеді. Тіпті соңғы уақыттар мүлде келмей қойды. Хадиша анамыздың өзі тамақтасады пайғамбарымызға. Одан кейін соңғы 38 жастан 40 жастың ішіндегі 2 жылда 2 жылдың 3-тен бірін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйде болған жоқ, бірақ 3-тен 2-сін үйде болды. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сырттан сөздер ести бастады. Түнде түсінде көрген нәрселер айна қатесіз өмірінде пайда бола бастады. Пайғамбарлық енді келе бастады. Фатима анамыз шамамен 50-де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам примерно 35-де. Осы замандар. Осылайша не істеді? Тауға, Хира үңгіріне кетіп келу, барып келу мәселелері басталды. Бұл Фатима анамызға өте қиын дөнемдер. Өте қиын уақыттар. Үйінде қаншама бұрынғы күйеуінен қалған балалары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан балалары, жалғыз өзі. Бұл кезде айтарлықтай бір керемет жағдай жоқ уже. Түсіндіңіз бе? Оның үстіне білесіңіз, Хадиша анамыз қызметшілерге бермеген баланың тәрбиесін. Балаларының әрқайсысын жеке-жеке өзі тәрбиелеген. Қасында арқа сүйейтін адамы да жоқ яғни. 3500 жыл бұрын тура осы нәрсені кім жасаған еді? Ибрахим алейхиссалам Хаджар анамызға жасаған. Барды да пустыняға кішкентай емшектегі баласымен тастады. Кетіп бара жатқанда, сен бізді өзің тастап баратсың ба, әлде бұл жерде Алланың әмірі бар ма дегенде. Алланың әмірі бар еді деп те айтылған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда 3500 жылдан кейін 5 жылға Хадиша анамыз тастап кетті. Сен мен менің әйелім болса, қуып келетін еді барып үңгірден. Қуып келеді. Қумай жүр, бірақ Алматыда жүрміз. Хадиша анамыз сабыр етті. Сіз бір жаңа тақырыпқа өтпей тұрып жаңа сөзіңізді айттыңыз ғой, жаңағы отбасының берік болу деп, сол жаңағы берілген жаңағы махрдің суммасына да қарайды деген секілді. Сол қазір жаңағы Инстаграмда, ТикТокта қараймыз ғой, сол кезде көреміз де. Көптеген жаңағы қыздар жаңағы махрді көп сұраймын дейді. Оның жаңағы комментариясында жаңағы ер азаматтар андай айтады, жаңағы әйелін ең хайырлысы махрге кішкене аздау сұрағаны, еркекке жаңағы положениесіне кіргенін депті. Сол жерде қайсы сонда дұрысырақ, көптеген сұраған сонда да дұрысақ болып тұр ғой. Әлбетте мынандай, егер бір адамда бар болса, бар яғни. Жағдайы бар. Бар нәрсені да берген абзал. Әрбір беріліп атқан нәрсе әйелдің сен жоқ кезіне арналған нәрсесі. Қаласа ол дүние мүлікті сенімен бірге жұмсай алады. Қаласа өзінің жеке басына алып қоя алады. Махр негізі асылында не үшін беріледі? Сен болмай қалған жағдайда иддет күтіп отыратындай дәрежеде өзін-өзі нәпақасын бере алатын нәрсе. Ал егер сен әйелмен ажырасатын болсаң, онда әлбетте иддеттегі нәпақасы міндетті түрде сенің мойныңда. Солай Құранда аят бар бұған байланысты. Ал егер сен дүниеден өтіп кетсең, ол басқа еркекке тұрмысқа шыға алмайды белгілі бір уақытта. Сол уақытта өзін-өзі квартирамен, жейтін тамақпен, балалардың сабағымен, садикпен, яғни сен болған күйде қалай өмір сүрсе тура солай өзін сақтап қала алатындай, мәһрдің ішінде өз-өзін көңгере алатындай дәрежеде мәһр болу керек. Ал әлбетте жоқ болса, адамда жоқ яғни. Жағдайын көріп тұрсын. Сосын айтсаң, маған Гелен Вагин алып кел десе. Сосын ол да банк тонаса барып. Сосын хайырлы некеде өмір сүрсеңдер сол банк тонаған Гелен Вагинді алып алып. Бұл афсана әңгіме бұл. Әңгіме афсана. Сен егер бір әйелді алып атсаң, және оған мәһр беруге ақша қимай атсаң, ол әйел сенің көзіңде ешкім емес деген сөз. Сен бірдеңе беруге сен аяп атсаң одан,
оны бере алмаймын деп жатсаң, жынды ма, оны неге сұрайсың деп жатсаң, не деген сөз? Онда арзан бірдеңе алып жатсың, яғни саған маңызды емес. арзан шамалдан кейін сынып қалады ол. Арзан ойыншықпен ойнап жатсың онда сен. Түсіндің ба? Сол себептен адам бұл нәрсені сезіну керек. Сен жақсы көрген адамың үшін не аяйсың, яғни? Түсіндің ба? Сенің көзіңде құнды болу керек ол. Құнды. Сен оны бағалай алсаң, о да сені бағалайды. Алла разы болсын ұстаз. Алла бәрімізден разы болсын. Ұстаз, жаңа енді осы сұрақтың алдында тақырыпты жалғастыратын болсақ, жаңа айтып отырдыңыз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келген кезіне келдік, жаңа шамамен Хира үңгіріне барады дедіңіз. Осы кезде білуіміз бойынша жаңа көптеген қиыншылықтар болды, Мекке кезінде бойкот болды, жаңағы Пайғамбарлықтан кейін. Пайғамбарлықтан кейін, иә. Осы кезде сол пайғамбарымызға пайғамбарлықтың келуі, жаңа алғашқы уахилердің келуі кезінде жаңа әртүрлі оқиғалар болды, соларды айтып жіберсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы уақыттары, соңғы 2 жылын үйіне келіп демалатын шығарды. Алғашқы 3 жылында былай анда-санда бір келетін, бірақ үнемі сол үңгірде өткізді. Соңғы 2 жылында келіп демалады. Неге? Өйткені пайғамбар өзін жайсыз сезіне бастады. Түнде түсінде көрген нәрсесі күндіз айна қатесіз шындыққа айнала бастады. Әр жерден әртүрлі сөздер ести бастады. Үңгірдің ішінде түнде жалғыз қалу қорқынышты бола бастады. Кей кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін еріксіз үйіне қайтып келуге тура келді. Бірақ үңгірге барып жалғыз қалу тоқтатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жасқа келген кезде Мұхаммадул Амин, жер бетінің сенімдісі болған Мұхаммедке, Джебраилу Амин, саманың ең сенімдісі болған Аминнің сол Хира үңгірінде екеуінің бірге кездескен күні. Оқиғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінен жақсы білесіңіз. Оған оқы деді. Ол оқи алмаймын деді. Алғашқы Алақ сүресінің аяттары түсті. Джебраил алейхиссаламды өзінің шынайы бейнесінде алғашқы рет көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы уахиді алып алғаннан кейін шыдай алмады. Тек дене емес, жүрек дірілдеп кетті. Төменге қарай түсті. Кәдімгідей Хира үңгірінен төмен қарай түсіп келе жатыр. Түсіп келе жатқанда жердегі өсімдіктер, тастар, аспандағы жұлдыздар, жолдағы ағаштар, бұл нәрселердің барлығы кәдімгі тірі жанды ұқсап, «Ассаламу алейкум я Расулаллах» деп бастады. Ақылынан адасты пайғамбарымыз. Тарихшылар осы жерде керемет нәрсе суреттейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хирадан таудан төмен қарай, Нұр тауынан төмен қарай түсіп келе жатқан кезде пайғамбарымыздың келіп қонатын бір 4 площадкасы тұрағы болды дейді. Осы 4 тұрақ жайында жазады. Біріншісі, басына әр түрлі іс келген кезде ең әуелі барып қанатының астына кіретін Абу Талибі бар еді дейді. Шынайы аға болған. Үстінде аманаты бар, әкесінен қалған. Солай ма? Абдумуталиб дүниеден өтетін кезде не деді? Топырағың, көзіңді топырақтан қалай қорғасаң, тура солай қорғайым деп ант ет деп, үстіне ант алған ағасы. Соқпады бірақ оған. Ол тұраққа қонбады бірақ. Араларында 20 жылдық дос, хайыр және шәрді бірге көрген. Жаны дейді, өлсең өлем дейтін Абу Бәкір бар еді. Оған тоқтамады. Радиаллаху анху. Бірақ оғанда не істемеді? О тұраққа да тоқтамады. Сол заманда діннің атынан барлық нәрсені білген. Сурияния және Ибрания тілдерін білген, Інжілді, Тауратты араб тіліне аударатындай дәрежеде мүмкіншілігі бар, жасы үлкен Уарақа ибн Науфал бар еді. Үстіне неше түрлі жағдайлар келіп жатқанда, одан да алдын бұндай жағдайлар болған, бірнеше рет барған алдына, бірақ оған да тоқтамады. Жүрегін тынышталдыратын жалғыз ғана бір тұрағы бар еді. Түсіне алдың ба, түсіне алмадың ба білмеймін. Немесе жеткіз алдың ба, жеткіз алмадың ба білмеймін. Не істеді? Ана төбеден ұшып, Хадишасының площадкасына келіп қонды. Ішке келді.
кіріп келді да, заммилуни деді. Бір-ақ ауыз сөз айтты. Жап мен деді. Біттім мен. Нағып жүрсің. Әлбетте таудың басында жалғыз өзің жүретін болсаң, өйстіп кетпейсің ба, жынданып. Демеді яғни. Демеді, ләм жоқ, мим жоқ. Екі тізесін бірінің үстіне бірін қойды да, Мұхаммедінің басын тізесіне қабылдады. Үстін жапты. Сол, қалай айтайын, халден қайта дұрыс халге оралғанға шейін басынан кетпей, пайғамбарымыз көзін ашқанда Хатижасын көрді. Түсін алдың ба? Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде Хатижа яғни? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, Хатижа мен жындандым дейді. Жынданып кеттім мен. Айналадағы бүкіл нәрсе маған сөйлей бастады дейді. Тау, тас, ағаш. Хатижа да Хатижа болу керек енді. Түсінесің ба? Хатижасы да бұған жауап беру керек. Айтып жатыр. Сен жынданған жоқсың дейді. Сенің жындануың мүмкін емес. Аллаху субханаху ва тағала сені бұндай халге душар қылмайды, яғни. Ішіңе жыңғыру деген нәрсе болмайды дейді. Оның дәлелі міне деп жатыр. Бір, сен туысқандарыңмен үнемі қарым қатынасты реттеушісің. Сен шарасыздардың қолынан жетектеп үміт сыйлаушысың. Сен мұқтаждардың жәрдемшісісің. Сен жалғанға қарсы тұрып, шындықты ортаға қоюшысың. Сен қонақтарыңды жылы шыраймен қарсы алып, қуанышты күйде шығарып салушылардансың. Айтып жатыр. Маған жеткен хабарлар бойынша бұндай адам жынданған болуы мүмкін емес. Сұрақ қойсам, бұл жерде пайғамбар қайсы болды өзі? Хатижа болды ма, әлде пайғамбарымыз болды ма? Біріншіден, бұл христиан ілімінің отбасы болған бір үйде тәрбиеленген. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның пайғамбар болатындығы жайында әуелден хабарлары бар, яғни. Рақиб, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам кейде бұл нәрселерді қабыл алмауы мүмкін, бірақ отбасында христиан бар адам Рақибтің сөзіне құлақ асады. Не істеді? Хадиша анамыз таатпен, сабырлықпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның пайғамбарлығын күтті. Асылында білді бұны. Тікелей де сен пайғамбарсың деп айтпады бірақ. Түсін бе? Мына нәрселердің барлығы құдды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды күтіп отқандай. Болмаса 5 жыл бойы үй көрмей кеткен адаммен бірге қалай тұру мүмкін? Аман есен Аллаху субханаху ва тағаланың жер бетіне жіберген рисалетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға әдемілеп қондырып, оны өзіне қабылдап, 10 жыл бойы оны арқалап жүрді Хадижа. Аналық деген бұл, яғни. Уммахатул муъминин деген келе ме біреуге, бұл Хадижадан басталады. Бұл пайғамбарға ана болған. Пайғамбарға пайғамбарлық келгеннен кейін бүкіл үмметке ана болған адам осы, яғни. Аллаху субханаху ва тағала ісімізге береке берсін. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өмірінде, яғни сирада аммул хузн деген бір термин бар. Ол қайғы қасірет жылы, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жақындарының дүниеден өтуі. Сөз енді осы орайда Хадиша анамыздың дүниеден өтуін айтсақ подкастымыздың соңында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ең жақын болған адамдардың дүниеден өту жылдары бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қатты қайғырады. Әлбетте, мұсылман болған жоқ деген мәселесін ортаға қоймасақ, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бір тарапта, барлық Меккенің мүшриктерінің алдыңғы қатарларын барлығы бір тарапта, барлығы Абу Талибтің иманында бір талас тартыстың үстінде болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көзінде Абу Талиб деген оған жол сілтеген, өмір көрсеткен, ащы мен тұщыны үйреткен, өмірге деген көзқарасын айқындаған, қиыншылықтар келгенде қалай қарсы тұру керек екен,
қуаныштар келген кезде қалай сәтті қабылдау керек екенін, осы нәрселердің барлығын үйреткен, әкесінің орнына әке, бұның әйелі де шешесінің орнына шеше болған осындай адамдар ғой. Мысалға бір күні Абу Талиб тұрып айтты дейді: ей Мұхаммед, жол ауыр, сен қал, сен бармай ақ қой бұл жол, біз Шамға ұзақ сапарға шығамыз деген кезде келіп айтып жатыр: көкешім, мені кімнің қолына тастайсың? Мені кімге сеніп тастап бара жатсың? Сенсіз маған кім қарайды осы жерде? Мені қасыңнан тастама деп жалынды дейді. Осындай дәрежеде арасында муамале болған Абу Талибтің жаны алқымға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзінің қолынан келген барлық нәрсесін көрсетті. Яғни басында Құрайыштың алдыңғы қатарлары, өзінің бауырлары барлығы жиналып, ата бабамыздан қалған дініміз бар, ақымақ болма, ақылға кел, баланың айтқан нересін ба деп олар да басында тұрды. Өкінішке орай, бірақ не істеді? Абу Талиб имансыз көшті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бір 10 жылға қартайтқандай, басына бір қиыншылық келсе, білесіңіз, бір қайғы қасірет жауласа, тыныштық табатын бір хадишасы бар еді ғой. Хадишам деп үйге келді ғой енді. Маған бір тыныштық сыйла, маған бір рахат сыйла деп. Бірақ өкінішке орай қайғының үстіне қайғы жамалды. Үйіне келіп Хадиша анамызды да өлім төсегінде күтіп алды. 3 күн бойы Хадиша анамыз ауырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең қажетті мұқтаждықтар болмаса, басынан тастамастан Хадишаның басында отырды. Оқиға ұзақ, көптеген әңгімелер бар. Бірақ дей тұрғанмен көңілімізді де қатты босатпайық. Мына бір нәрсені нақыл етейік. 3 күн бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басында отырды да екеуінің алғашқы үйленген күндерін есіне алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді: Хаким ибн Хазымның екеуміздің үйлену тойымызға сыйлаған үй есіңде ме деп жатыр. Мен сенің үйіңе, мен сенімен үйленгенде сен мені Мәдинаның ең мықты үйінде қарсы алдың ғой деп жатыр. Сен мені солай қарсы алдың. Қашан мен сенің отбасыңа кірдім, сол күннен бастап сенің басыңда бір хайыр, бір бақыт, бір жақсылық болған жоқ қой. Қиыншылықтың үстіне қиыншылық, ауыртпашылықтың үстіне ауыртпашылық, зорлық, зомбылық не өтпеді басымыздан деп жатыр. Меккенің ең абыройлы, ең бай, ең ақылды осындай әйел едің, менің қасымда жүріп кімге айналдың деп жатыр. Қараш жатқан жерімізді, тұрып жатқан үйлері бір шалаш дейді ғой, бір қолдан тіккен шатыр сияқты бір жаман үйде қалды ең сонда. Айтып жатыр: сен мені қабылдаған кезде қандай керемет салтанатпен қабылдап едің, мен сені шығарып салатын кезде тура осылай өлетін бедің енді. Аллаху субхана ва тағаладан нияз етіп сұрайым деп жатыр: мен саған дүниеде ешбір рахат сыйлай алмадым, тек қана осы күндермен өмірің өтті. Хадиша анамызда басын көтеріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көз жасын қолымен сүртіп тұрып былай деді: мен тыныштық және бақытты тек қана сен қасыңнан таптым. Бәлкім Меккеде сен ойлаған сияқты абыройым болған шығар, адамдардың бәрі мен туралы айтқан шығар, белгілі бір дәрежеде дүнием болған шығар, жаңағы не дейді, тектеріміз керемет болған шығар, түріміз болған шығар, ақылымыз болған шығар, өткір сөзді болған шығармыз. Бірақ ешқашан менің сенімен жолыққанға дейін ешқашан жүрегім тыныш болмаған. Сенімен қалай кездестім, сенімен кездескен сәттен бастап менің жүрегіме бір тыныштық, бір хайыр, бір әдем, сәкина дейді ғой, бұл нәрсе орнады. Сол себептен біздің кірген және шыққан уақыттарымыз қатты маңызды емес. Біз өмір сүрген сол өмірде кім болып кірдік, кім болып шықтық, сол ғана маңызды. Деді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды разы қылған,
және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан да өзі разы болған бүкіл уммахатул муминин, пайғамбарымызға аналық қылған, пайғамбарға пайғамбарлық келуменен бүкіл жер жүзіне, бүкіл үмметке ана болған Хадиша анамыз Аллаху субхана ва тағаланың рахметіне осылай көшті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадижасын жоғалту пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өте қатты қиыншылыққа соқты. Өте қатты қиналды. Осман бин Маузунның анасы келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға кейбір риуаяттарда 2 жылдан кейін, кейбір риуаяттарда 3 жылдан кейін барып, сен осылай жүре беруге болмайды саған. Сен деген Аллаху субхана ва тағаланың жер бетін тәрбиелеу үшін жіберген расул емессің бе? Көтер кеудеңді, саған үйлену керек дегенге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам істеген жоқ. Және дүниеден өткеніне шейін әрбір әйел мысалында Хадишам деп кетті. Аллаху субхана ва тағала барша мүминдерге үйленуде, көңіл жарастыруда бір хайырды, жақсылықты тілеген адамдардың барлығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен Хадиша анамыздың арасындағыдай хайырлы некені және махаббатты нәсіп етсін. Амин. Айша анамыз менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның арасында, Адам алейхиссалам менен Хауа анамыздың арасындағыдай, Фатима менен Хазіреті Алидің арасындағыдай хайырлы әрі берік некені барша үмметке Аллаху субхана ва тағала нәсіп етсін, берекелі қылсын. Алла тағала екі жасты бір-бірімен жақындастырса, арасында тек қана өзінің хайырымен, ынтымағымен, махаббатымен ғана жарастырсын. Аллаху субхана ва тағала біздің дәсімізге береке берсін. Құрметті бауырлар, 1 сағат, 2 сағат көлемінде шамамыз келгенше, мүмкіншілігіміз жеткенше сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тәрбиелеген сахабалардың өмірінен бір ғибратты әңгіме айтуға тырыстық. Егер көңіліңізге, жүрегіңізге жол таба алған болсақ, Аллаху субхана ва тағала біздің де дәрежемізді арттырсын. Сіздерден нияз етіп сұраймыз, біздің де өмірімізге бір хайыр, жақсылық, бір дұға жасаңыз. Егер әңгімеміз барысында Хадиша анамызға, пайғамбарымызға лайық болмаған бір сөздер айтып қойған болсақ, Аллаху субхана ва тағаладан қазірден бастап кешірім сұраймыз. Бұл біздің кемшіліктерімізден, қателіктерімізден. Құрметті бауырлар, егер осындай ғибратты әңгімелердің жалғасуын қаласаңдар, осы қаралымдардың көбеюіне және барлығымызда адам баласымыз, сол себептен әрқайсымызға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, дұғаларыңызды жіберіңіздер. Иншалла бізге сіздерге тағы да жаңа сахабаменен тағы да кеңірек дүниемізді және ақыретімізді қамтамасыз ететін маңызды ақпараттар мен мәселелермен сізбен жолығатын боламыз. Келесі кездескенше Аллаху субхана ва тағала күнімізді әрі түнімізді хайырлы қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва мағфира.